Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай вупи пай тортының қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге қажет заттар жұмыртқа, қант, шоколад, сары май, ұн, какао, разрыхитель қажет болады. Ең алдымен шоколад пен майымызды микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Дәл осындай сұйық етіп ерітіп аламыз. Сосын таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Араластыру барысында қантымызды қосатын боламыз. Дәл осылай аппақ көпіршік болған кезде үстінен шоколадымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ал енді ұнымызды міндетті түрде елегіштен өткіземіз. Осылай елегіштен өткізіп алдым. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, дәл осындай біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Жан-жағындағы ұндарын дәл осылай лопатканың көмегімен жинап, қамырмен біріктіріп аламын. Кальцоны 20 см диаметрде алдым мен. Дәл осылай 4 корж пісіретін боламыз. Әрқайсысына 3 қасық осылай қамырымызды салып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен дәл осылай мен жағып алдым. 180 градуста әрқайсысын 10-15 минуттан пісіріп аламыз. Міне достар, біздің коржымыз дайын болды. Корж дайын болғаннан кейін осылай жаңағы кальцонмен осылай кесіп алдым. Ал енді осылай біз кремін дайындаймыз. Мұнда клейги, яғни сливки, 33-34% сливки қолданамын. Қант қостым, творожный сыр қосатын боламыз. Ыдыстарыңыздың асты кішкене терең болғаны дұрыс, себебі миксермен миксерлеп жатқан кезде кішкене жан-жағына осылай шашырауы мүмкін. Осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап, кремімізді миксерлеп бастаймыз. Креміміз тығыз, қатты, өзінің формасын ұстай бастағанға дейін дәл осылай араластырып отырамыз. Міне біздің креміміз кішкене қоюлана бастады. Тағы да миксеріміздің жылдамдығын жоғары көтеріп, миксерлей беретін боламыз араластырып. Қараңыздар. Осылай қатты біркелкі, өзінің формасын жақсы ұстайтын крем пайда болды. Дәл осылай 4 коржымды да пісіріп алдым. Жан-жағын кальцонмен түзулеп кесіп алдым. Осылай подложканы төсеп, поворотный столик деп аталады, яғни айналып тұратын столының үстіне осылай коржымды қойып, тортым тегіс шығу үшін осылай кальцонның ішінде жинайтын боламын. Кремімізді 3 ас қасықтан салып, әрқайсысына теңдей етіп 3 ас қасықтан салып отырдым. Дәл осылай корж, крем етіп, осылай тортымызды жинап шығамыз. Кремдерімізді тегіс етіп жайып, дәл осылай кішкене үстінен басып қоямыз. Себебі тортымыз беті тегіс шығу үшін, кішкене кремге бірігу үшін корждарымыз кішкене үстін басып қойсаңыздар болады. Міне достар, біз 4-ші коржымызды да жинадық. Енді осылай бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа кемінде 6 сағатқа қоюларыңыз қажет. Ал енді біз торттың сыртын қаптау үшін крем жасайтын боламыз. Оған жеке крем қолданамын. Дәл осылай қант пен сары майды араластырып, жақсылап миксерлейміз. Кішкене сары май ағарғанша миксерлейтін боламыз. Үстінен творожный сырымызды саламыз. Және де миксердің көмегімен дәл осылай біркелкі крем шығарып, миксерлеп шығатын боламыз. Лопатканың көмегімен бір рет араластырып жібереміз. Жан-жағында араласпай қалған сармайлары болса ортаға біріктіріп, тағы да біркелкі етіп миксерлеп шығамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Дайын болғаннан кейін осылай лопаткамен
шақты рет осылай араластырып ішіндегі ауаларын шығарып жіберу қажет. Сонда біздің тортымыз жақсы тегіс болып, ешқандай ауа болмай қапталатын болады. Міне 6 сағат тұрған тортымды холодильниктен шығардым. Қазір кольцосынан босататын боламыз. Міне осылай кольцосынан босатып алдым мен. Ал енді жаңағы сыртын қаптауға арналған кремімізді осылай кондитерлік қапшыққа салып, шетінен бастап осылай кремімізбен қаптап, тортымызды тегістеп шығатын боламыз. Тортты тегістеу үшін бізге осындай скапула қажет болады, және де шпательдің көмегі қажет болады тортты тегіс жинау үшін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сізге пайдалы болып жатса, менің дәл осы видеома лайк қойып кетіңіздер. Скапуланы осылай тортымыздың шетіне қойып, ортасына қарай жүргізіп өтеміз. Мұнда 333 насаткамен осылай торттың шетіне өрнек жасап шықтым. Ал енді осы астындағы подложкаға тиген кремдерді осылай салфеткамен сүртіп шығамыз. Ал енді бетіне жазу үшін осылай кондитерлік қапшыққа шоколадымызды құйып, ыстық суға салып, шоколадты ерітіп алдым. Маған өзіме осы шоколадпен жазған ыңғайлы болғандықтан, осы шоколадты таңдаймын көбінесе. Және де егерде әріптеріңіз дұрыс шықпай жатса, шоколадты бетінен алып тастауға да өте ыңғайлы. Осылай асыл әжеме деп жаздым, бірақ мен де әжеме деген сөз ұнамай қалғандықтан осылай қараңыздар, пышақтың көмегімен алып тастадым жазуларды. Енді қайтадан басқа жазу жазамын. Міне, осылай жазып алдым. Енді бетін сәндеу үшін мен осылай құлпынайларды пайдаландым. Маған 4 құлпынай қажет болды осылай. Құлпынайларымды 4-ке бөліп, кесіп шықтым. Тортымды қойып, дәл осылай тортымның шетіне құлпынайларымды рет-ретімен орналастырып шықтым. Өте әдемі көрінеді құлпынаймен сәндесеңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.